Bir ақсақал кісі пойызға асығып кешігіп мініп, сол пойызда жаңағы енді орын жоқ, көпенің есігін ашса бір балалар ойнап жатыр жаңағы жерде. Бұл балаларға айтады, балалар бізде отырайық қастарыңа дейді. Жетіп алайық ана баратын жерге деп. Ойбай балалар, ассалаумағалейкум, ақсақал, енді ойбай сізді отырғызбау ұят болады енді. Бірақ енді біз ойнап жатырмыз, шулаймыз, бүйтеміз, сөйтеміз. Сіз келесі бір көпені көрсеңізші, сол жақта бір орын болып қалар дейді ғой. Келесі көпеге барып, ана ақсақал кірсе, келесі көпеде жап-жас жігіттер, қыздар, көңіл көтеріп, өздерімен өздері, қолдарында гитара деген сияқты. Сөйтіп отыр екен да. Сонымен жаңа жігіттер ассалаумағалейкум деп ана ақсақалды көрген кезде сәлем беріп, ойбай асты үстіне түсіп, ана ақсақал айтты, мен кешігіп келіп едім, сол орындарыңа бір орын тұр ғой, бос орын отыра қойыңызшы десе, ойбай аға сізді қалай отырғызбаймыз деп айтады дейді да. Сізге әрқашан орын бар ғой деп. Сендерге әрдайым орын бар. Ол өлең ғой бірақ, ол саған әрқашан орын бар деп жатыр да енді. Сонда қараңыз да, ана ақсақал сөйтіп айтып тұрған кезде жігіттер айтады ғой, ақсақал біз көңіл көтеріп отыр едік дейді, бірақ көңіл көтеріп отыр едік. Сіз ыңғай келсе қазір мазаңызды аламыз, келесі көпені көрсеңізші дейді. Келесі көпеге кірсе, келесі көпеде жас жұбайлар отыр екен. Некелерін қиып жатыр ма білмеймін ғой, медовый месяцке баратыр ма. Сонымен аға бізде орын бар деп айтады дейді жаңағы. Бірақ біз енді не қылып едік деп айтады дейді, үйленіп едік. Соқа өзімізді есікті құлтап алсақ па деп отыр едік дейді. Көпеде орын бар, бірақ енді екеуміз түсіп тұрсыз ата дейді ғой. Ата да папа не етем екен, сонымен болды келесісін көрейік деп. Келесі көпеге кірді дейді ғой. Келесі көпеге кірсе, келесі көпеде ойбой калькулятормен ноутбуктен басын алмайтын бір екеу отыр дейді жаңа. Кіріп кеткен шаруа анау деген, ұрып жатыр бұл айнан, патырлатып жатыр. Екеу бір-біріне ассалаумағалейкум кіріп келеді жаңа ақсақал. Уағалейкум ассалам деп түріне де қарамайды ғой. Орын бар ма отырайық десе, бізде уақыт жоқ сенімен сөйлесетінде, орында жоқ, ештеңе де жоқ. Келесі жақты көр деп айтады дейді. Екеуі де қарамайды дейді, екеуі де бір шаруаның басында отыр. Сондай адамдар бар ғой. Өмір болса майды жаңа. Сонымен не керек, бұл жаңа қария ренжиді енді. Кім болса да ренжиді ғой, үлкен, оның үстіне тем более қария одан сайын ренжиді. Сонымен келесі көпені көрейін, бір үмітсіз шайтан ғой деп келесі көпеге кірсе, келесі көпеде абра-дабра болады ғой. Бір семья жаңағы отбасы, бала, шаға, аяқтың көтеріп жатыр, аяқтан түсіріп жатыр, несін лақтырып жатыр деген сияқты ғой. Сонымен жарықтықтар сендерде орын бар ма десе, орын жоқ, бірақ табамыз ғой аға деп айтты дейді. Бала шағамен кетіп бара жатқан ғой. Табамыз дейді, соны ана ағамызды отырғызады ақсақалды. Ақсақалды отырғызады, ақсақал деген остановкаға тоқтаған сайын мыналарға тамақ алады жаңа балаларына. Бір жерге тоқтайды, мысалы Аралға келіп тоқтайды. Аралға түседі де вокзалдан тамақты толтырып алады да жаңа көпеге кіргізеді дейді. Бала шаға жейді, анау да жейді, рахат. Сексеуілге барады, тоқтайды. Патырлатып алып алады, тем более сексеуілде 20 минут тұрады деген сияқты ғой. В общем, пойыз келіп тоқтады не болса да. Пойыз келіп тоқтады. Сонымен вокзалда үлкен делегация күтіп тұр дейді ғой. Әскери адамдар, генерал ішке кірді де, ешқайсысын көпеңнен шықпаңдар деп айтты. Ешқайсыларын вагондарынан бөлмеден шықпаңдар, іште қария бірінші шықсын деп айтты дейді ғой. Сөйтсе, қария шығып келе жатыр дейді жаңа. Қарияны сондай салтанатты түрде күтіп алып жатыр жаңағы әскер вокзалдан. Бәрі түсінбей жатыр не. Бір кезде қария шықты да жаңа генерал деген ана алдында честь беріп, сондай құрметпен қария қош келдіңіз, сізді біз көп күттік. Патша өзінің сарайында сені күтіп тұр. Мінекей, жіберді барлығын. Енді деген ананың алдында осындай доклад беріп жатыр. Сонда қария айтты дейді ғой, рахмет осындай ілтипаттарыңа, бірақ менің дейді, менің қонақ қылып осы жерге дейін орын беріп келген бір мына жерде отбасы бар дейді. Егер патшаның сарайында орын болатын болса дейді, соларды да бірге алып кетсек қалай болады дейді. Ойбай, құрметті ақсақал, сенің қонағың да патшаның қонағы. Алып шық деп. Ана алып шығып барады дейді. Ана көпедегілер не? Шыға алмай отыр әлі, бәрі қарап отыр. Ауыздарын су құрып отыр бәрі. Бәрі былайша айтқанда өкініп отыр ғой, бағана кіргізе салу керек еді ғой, бұндай бұл күтіп алатын болғанда деген сияқты. Көрдіңіздер ма? Сонда кетті де ана генерал жаңа нелерді алды да патшаның сарайына қарай кетті дейді ғой. Ақсақал мен семьяны алып, отбасын алып. Көрдіңіздер ма? Сөйтсек бұл ақсақал кім десек, бұл Алланың жіберген дін екен ғой. Ислам дін екен, иман екен. Ана жүріп атқан пойыз бар ғой, бұл адамның өмірі екенше. Ана тоқтаған остановка, бұл не? Өлім. Дұрыс айтады. Яғни қиямет қайым. Қиямет қайым, яғни бұл өмірдің ең соңғы кезеңі. Естеріңізде болсын, адамның өмірі өзі 5 кезеңнен өтеді. 5 кезеңнен өтеді адам.
Ең бірінші кезеңде біз қашаннан бері мұсылмансың деген кезде не деп айтамыз? Әл-Мисақтан бері деп айтамыз. Көрдіңіз ба? Әл-Мисақтан бері мұсылманмын деген сөз, Әл-Мисақ деген адамның рухтарын Алла жаратып уәде алған күн Әл-Мисақ деп аталады.